Вашему вниманию представляю бойцов в обоих углах ринга. В красном углу боец 25 лет, рост 170 сантиметров. И против него боксер возраста 32 лет, рост 173 сантиметра, вес 63,5 килограммов. Чемпион мира среди студентов, многократный призер чемпионата Казахстана, призер Кубка мира. Профессиональный рекорд: 9 боев, 8 побед, 7 из них нокаутом, 1 поражение. Из южной столицы Алматы, Казахстана, Айдар Дарабоз Шарибаев. Представляем рефери. Birinchi raundda olma.
осындай резина бокс көрсеткен боксшыларға тағы бір ыстық шабала құрып қойыңыздар қадірмен ағайын. Елбасына көндіріп тұрған кезде шаршалаңда астанамызда, Нұр-Сұлтанымызда шаршалаңға шығуды жөн санадым. Менің лақап атым Дарабоз. Ол кім? Ол Қабанбай бабамыз. Яғни тірлігінде 107 кездесу өткізіп, 107-сінде жеңген. Бокстағы ең мықты боксшы осы күнде әлемде Флойд Мейвезердің өзі 50-0. Хабиб Нурмагомедов 29-0. Біздің Қабанбай батыр атамыз 30-0 болған. Енді кімге еліктеу керек екенін өзіңіз шешіңіздер. Аман болыңыздар. Рахмет сізге Айдар мырза. Ал дәл қазір біздің сотшылар шешу қабылдадық. Назарларыңыздар. И согласно решению судей по судейскому столу Шалабаев Марат 57-57 ничья. Абен Самат 57-56. Шарибаев. Судья Жакипов Бахтияр 59-54. Шарибаев. Таким образом, победу одерживает Айдар Дарабоз Шарибаев. Отдельный аплодисмент его сопернику Шахруху Абдиеву.